Қалайсыңдар, бүгін 61-ші күн. Бүгін гипс маған күшті қылып салып берді, қозғалтатындай қылып. Бүгінгі айтатын ой, мына инстаграмда айттым. Абайдың сөзіне қатысты. Еңбек етсең ерінбей, тояды, қарның тіленбей дейді. Бірақ Абай айтпайды. Еңбек етсең бай боласың деп айтпайды. Алдында да осы видеоларда біреуінде айтқаным, что көп жұмыс істеп, бай болып кеткен ешкім жоқ. Көп жұмыс істеу, ол байлықтың кілті емес. Потому что бар адамдар, которые аз жұмыс істеп бай болып жатқан да, бар. Да? Значит, ол мүмкін ғой. Ал бүйтіп қарасаң, көп жұмыс істейді, 24 сағат үйде емес. Сондай адамдар каким-то образом вообще бай емес. Да? Бар ғой сондай адам. Вообще семьясына уақыт жоқ, жұмыс пахать ете береді, бай емес бірақ. Да? Ал кім бос, кім қыдырып жүр, олар бай да? Бай да? Енді қараңды, Абайдың өзі айтып тұр. Біз ойладық қой, еңбек етсең ерінбей, қарын тояды, бай боласың, күшті болады, бәрі күшті болады. Олай емес та негізі деп ойлаймын енді. Еңбек етсең ерінбей, қарның тояды, яғни сен жануардық, животное сознаниенің барлығын басасың, қарның тояды, сен өмір сүресің. Сау өмір сүресің, қарның болады, тамағың болады. Гарантия. Сен жұмыс істесең, уақыты болсын, қандай жұмыс істесең, пахать етсең, сен тамағың болады. Сен күні бойы жұмыстасың, семьяңда тамақ бар. Дұрыс па? Қарындар тоқ, сенің де қарның тоқ. Дұрыс па? Дұрыс. Еңбек етесің, қарың тояды. Бірақ еңбек етесің дохрена. Бірақ бай боласың деген айтқан жоқ та. Сен бай боласың, еңбек етсең деп айтпайды. Енді қара суть қайда жатыр? Значит, көп еңбектену емес қой. Да, ключ. Не істеу? Білімге салу, басқа құю, көп еңбек бес, дұрыс еңбек, дұрыс әрекеттер, прям нәтижеге апаратын әрекеттер. Допустим, сен жуынатын сабының бар, сабынмен жуынасың, қолтығыңа дезодорант себесің, одеколон жайлап себесің, күшті крем жағасың. 4 түрді иіс па? 4 түрде иіс бар ғой. Сен бір адамның қасына өтесің, как приятно пахнешь деді ғой. Айтса, есіңді сұрамайсың ғой. Именно ненің иіс шықты айтпайсың ғой. Сен сол кезде келесі әрекет жасаған кезде, сен сол нәрсені барлығын жасайсың да, сен қайтып крем жағасың, қайтып қолтығыңа себесің, одеколон себесің, бүкіл жеріне соны себесің да, сол нәтижені қайтып алғың келеді. Яғни сен қайтып қалай күштің үстінен күшті иіс шығады деп естігің келеді. Бірақ сен көп әрекет жасайсың да артық. Бірақ сол адамға тек қана сенің бір иісің ұнады ғой, мынаның 4-еуінің ішінен да. Бір нәрсе нәтижеге келіп тұр, бірақ сен 4 жұмыс жасайсың да. Түсінді ма? Сен 8 сағат жұмыс істеу мүмкін, бірақ саған тек 1 сағат жұмыс пайда әкелуі мүмкін да. Көп жұмыс істеу емес, дұрыс жұмыс жасау, нәтижеге әкелетін жұмыс жасау керек болды. Көп еңбектену ол байлық емес. Соны бастан алып тастаңдар, бүгін 61-ші күн. Айтатын инсайттар өте көп, заметка деген толып тұр. На ютубтың просмотры шамалы жай болып жатыр. Оған вообще мән беріп жатқан жоқпын. Қарайтын адам қарайды, бақылап жатыр адамдар, маған жекеме жазады. Так что қараңдар, оған мән бермеңдер, мен айтайын просмотр аз болады. Мені уайымдамаңдар вообще, мені аямаңдар, мен өзімді аямаймын, сендер аямаңдар мені. Так что бәрі нормально, қарайтын адам қарайды. Бәрі уақытымен кеттік. Bit bitten bastard. En bit bitten bastard. Sen